Сәлеме сүйкімді оқырмандарым, тары біздің ағзамызға қалай әсер етеді, бүйрек жұмысына көмегі бар ма? Тарыны үнемі тұтынудың 5 себебі бар. Тары құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер мен микроэлементтер жетерлік. Бүйрек пен зәр айдау жұмысына да жақсы әсер етеді. Тары бүйрегіңізге қалай әсер етеді? Тары бүйрек қабынуының алдын алады. Тарыны дұрыс тұтыну бүйрек жұмысын реттеп, зәр айдау қызметіне көмектеседі. Бүйректен тасты шығарады. Тарының бүйректен тас шығару қасиеті де бар, бірақ үлкен тастарға оның шамасы жетпейді. Бүйрегіңізде майда тастар болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Тары әдетте ағзамызды зиянды сұйықтықтардан арылтады. Бір сөзбен айтқанда, ағзамызды тазалаушы керемет құрал. Оның құрамындағы минералдардың қызметі қандай екен? Фосфор сүйекті нығайтады, калий жүрек қан тамырлары жүйесін жақсартады, темір гемоглобин құрамын көтереді, марганец зат алмасу процесін жеделдетеді. В тобының дәрумендері жүйке жүйесін бір қалыпты ұстайды, ал фтор тісті, теріні және шашты берік етеді. Қазіргі кезде адамдар жеңіл дайындалатын тағамдарға көбірек назар аударып кетті. Осы тарының құрамындағы көптеген пайдалы заттар барына қарамастан, тез дайындалатын тағамдарға жиі жүгінеді. Бүгінде тарыны ораза айында ғана тұтынады. Ал сіз тарыны жиі жейсіз бе? Әлде тек ораза кезінде ғана үстеліңізде бола ма? Денсаулығыңыз мықты болсын, сіздерге көмегі тиеді деген үміттемін. Деніңіз сау болсын ағайын, достарыңызбен бөлісіңіздер, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.